Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай құрамы қарапайым, ұн мен жұмыртқадан ғана иленіп, арасына ірімшік қосылып жасалған қатпарлы нанның рецебімен бөлісемін. Ақ желкеннің дәмі, яғни зелен, ірімшікпен үйлескен өте дәмді қатпарлы нан болып шықты. Өте тойымды, міндетті түрде ауызашарға жасап көріңіз. Каналымда көптеген жеңіл рецептер бар. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен 1 стакан сүтке 1 жұмыртқа және жарты шай қасық тұз салып, тұз ерігенше венчикпен араластырамыз. Үстіне 2,5 стакан ұн салып, біріккенше араластырып, қоюланғаннан кейін қолымызбен жұмсақтау қамыр илейміз. Осындай орташа қаттылықта, яғни сондай қатты емес, қамыр болып шығады. Дайын қамырды кішілеу 4 бөлікке бөліп, дөңгелектеп қоямыз. Дөңгелектенген қамырды 5-6 рет басып, оқтаумен жаямыз. Сондай жұқа болуы қажет емес. Осындай жуандықта жайып, 4 қамырға да арасына май жағып, бір ыдысқа салып, бетін пакетпен орап қоямыз. Мен арасына еріген сливочный маймен аздаған сұйық май араластырып қосып жақтым. Барлық жеріне май жағып, пакетке салып қойғаннан кейін, оны жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Осы жарты сағат ішінде қамырымыз майды өзіне сіңіріп, өте жұмсақ болып, жұмсарып тұрады. Жұмсарған қамырды қолмен созып шығамыз. Өте жеңіл, бірден созылып шығады. Ірімшікті үккіштің үлкен көзінен өткізіп, осы созылып жайылған қамырлардың арасына бір келкі етіп жайып шығамыз. Арасына ірімшікпен бірге кепкен ақ желкен мен тәтті болгар бұрышы, яғни өте ұсақталған, кепкен ұнтақталғанды салып қойдым. Қалауыңыз бойынша укроп немесе сарымсақ әртүрлі шөптерді ұсақтап салып қосуға болады. Рулет тәрізді орап, бетіне 1 жұмыртқаның сары уызын жағып, алдын ала қызып тұрған пеште 170-180 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Ыстықтай бірден желініп кетеді. Еріген ірімшік пен дәмі бір-біріне үйлесіп, өте дәмді болып шықты. Достар, алдағы уақытта шығатын осындай керемет рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыз, ең бірінші болып рецепті бірден көретін боласыз.